Саламатсыздар ма, құрметті балалар? Қазақ тілі сабағын бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын сын есімді еске түсіріп кетейікші. Дұрыс айтасыздар балалар. Сын есім дегеніміз заттың сынын, сапасын, сипатын, түр-түсін, көлемін білдіріп, қандай, қай деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. Ал енді балалар, мына бейнетаспаға көңіл аударып, ішіне сын есімдерді теріп жазып отырайық. Дана, не жазып отырсың? Мына суретке қарап, қызды сипаттап жазып отырмын. Қане оқышы. Бұл қыздың көздері шашы қара, ұзын шашын жайып қойған, маңдайы ашық, кірпіктері де ұзын, көздері үлкен, қастары жіңішке етіп сызылған, мұрны тік, беті сопақша, терісінің түсі ақ, тістері тегіс әппақ, жіңішке ерні қызыл түспен боялған. Мен сенің айтуың бойынша сол қыздың суретін салдым. Ұқсай ма? Жоқ, онша ұқсамайды. Неге? Мен жақсы суретші емеспін. Сен де жақсы етіп сипаттай алмадың. Өзіңіз ғой сала алмаған. Әйтпесе мен ештеңесін қалдырмай айтып шықтым. Ұзын, ашық, үлкен, жіңішке, тік, қара, тегіс, қызыл, ақ. Балалар, бұл сын есімдер неше сөзден құралған? Дұрыс айтасыздар, бір сөзден құралған. Енді балалар, екінші бағанға екі немесе одан да көп сөзден құралған сын есімдерді құрап көрейікші. Жақсы балалар, салыстырып көрейік екі бағандағы сын есімдерді. Ұзын, ашық маңдайлы, үлкен жүректі, жіп-жіңішке, тіп-тік, қап-қара, теп-тегіс, қызыл күрең, ақ, сары. Яғни екінші бағандағы сын есімдер екі сөзден құралған сын есімдер екен. Ендеше балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сын есімдер. Сын есімдер құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара сын есімдер бір сөзден тұратын сын есімдер. Мысалы, сары, таза, сұлу, кең. Ал күрделі сын есімдер екі немесе одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, сап-сары күшейткіш буын арқылы жасалған сын есім. Мұнтаздай таза, өте кең, ең әдемі деген сын есімдер тіркесу арқылы жасалған күрделі сын есімдер. Енді балалар, білімімізді шыңдай түсу үшін біз қазір тапсырмаларды орындап көрейік. Семантикалық карта. Сіздерде семантикалық картада сын есімдер берілген. Сол сын есімдерді дара ма, күрделі ма белгілеп көрейік. Жақсы балалар. Қызыл, сары, аласа, момын, көкшіл деген сын есімдер дара екен. Себебі олар бір сөзден құралған. Ал қара, ала, ақ-сары күрделі сын есім тіркесу арқылы жасалған. Қып-қызыл әп-әдемі сын есім күшейткіш буын арқылы жасалған күрделі сын есім екен. Сіздердің жауаптарыңыз дәл осылай белгіленсе, онда жарайсыздар. Келесі тапсырмамызға көңіл аударайық. Мәтінді оқып, дара және күрделі сын есімдерді табыңыз.
Әмірхан кісіге тез үйір болатын намысшыл, ақылды жігіт. Қайта шақырып, үйіне қонаққа апарды. Үйі көп кішкентай екен. Үйінде төсеніші де жоқ. Бар асыл бұйымы үкілі сары домбыра. Үйінің ар жағы жап-жасыл дала. Қымыз ішіп алған соң көгалға шығып, сейіл құрдық. Ән туралы қызықты әңгіме айттық. Менің жүрмеген жерім, көрмеген елім бар ма? Деп бастады әңгімесін Әмірхан. Жас кезімнен әкеме еріп, ел араладым. Әкем орасан әнші еді. Әкем қайтыс болған соң, жақсыларға еріп көп жүрдім. Маған ән үйреткен әуелі әкем еді. Содан соңғы үлгі берген кісі Жұмабек әнші болды. Уай шіркін, Жұмабек жақсы жігіт еді. Ондай әншіні өмірі көргенім жоқ. Өлеңші, әнші деген жігіттердің көбін естідік, бірақ Жұмабекке жету қайда. Кәне балалар, өзіміздің жауаптарымызды тексеріп көрейік. Дарасын есім намысшыл, ақылды, жақсы, қызықты, жас, орасан. Күрделісін есім кіп кішкентай, жап-жасыл, күшейткіш буын арқылы жасалған күрделісін есім үкілі сары, тіркесу арқылы жасалған сын есім. Сіздердің жауаптарыңыз дәл осындай болса, керемет. Келесі тапсырмамызға көңіл аударайық. Енді балалар, ойнайық та ойлайық. Сіздердің тапқырлықтарыңызды сынап көрейін. Берілген сын есімдерді құрамына қарай ажыратып, 2 жәшікке бөліп жазыңыз. Мөлдір, мөп-мөлдір, тұнық, ашық, анық, ашық мінезді, қызыл, қызыл күрең, қып-қызыл, сары, ақ, ақсары, дәмді, удай ащы, балдай тәтті. Ал енді балалар, тексеріп көрейік. Мөлдір, дара, мөп-мөлдір, күрделі, тұнық, дара, ашық, дара, анық, дара, ашық мінезді, күрделі, қызыл, дара, қызыл күрең, күрделі, қып-қызыл, күрделі, сары, дара, ақ, дара, ақсары, күрделі, дәмді, дара, удай ащы, күрделі, балдай тәтті, күрделі. Жарайсыздар балалар, өте жақсы. Балалар, ендігі сабағымыздың қорытындысын 4 сөйлем әдісі арқылы қорытындылайық. Назарларыңызға рахмет.